Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырып бауырды үй жағдайында қалай тазартуға болатынын айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Қазіргі таңда 80-90% адамдардың проблемасы бауырмен, өт жолы, ұйқы безімен ауырады. Енді осы проблеманы қалай біз үй жағдайында оңай және жедел түрде емдеу керек екендігін айтатын боламыз. Ең маңызды 3 рецепт. Егер осы 3 рецептті қолданатын болсаңыздар, бауырыңыз 20 жастағыдай тап-таза болады. Бауырды тазалайтын ең бірінші ол көкөністерден жасалынатын смузи. Сіздерге ұсынатын ең маңызды 3 рецепт. Бірінші смузи ол қызылша, алма, сельдерейдің көмегі арқылы. Осы 3 көкөністі сіздер смузи жасап, бауырларыңызды тазалай аласыздар. Ол үшін бір қызылша, бір алма және сельдерейдің бір сабағын алып, 4 бұрыштап турап, блендер немесе соковыжималкаға саласыздар. Күніне 2 мезгілден ішесіздер. Небәрі 3 күн тура осы рецептпен ішсеңіздер, сіздің бауырыңыз рахмет айтып жасаратын болады. Алма, қызылша, сельдерей ағзадағы токсиндерді, шлактарды толығымен шығарады. Екінші ол лимон суы. Лимон бауырдағы майларды ерітетін компонент. Егер бауырыңызды май басқан болса, осы шырын сізге көмекке келеді. Ол үшін лимонды 2-ге бөліп, оның бір бөлігінің шырынын сығып, сол сығылған лимонды стақанның ішіне салып жібересіз. Үстіне су құясыз. Су міндетті түрде таза, фильтрден өткен минералды таза су болу керек. Бұл суды күніне 2 рет 2 стақаннан ішетін боласыз. Аш қарынға да ішсеңіздер болады. Егер асқазан ауруы болмаса, өт ауруы да болмаса, аш қарынға іше берсеңіздер болады. Ал егер асқазандарыңыз ауыратын болса, тамақтан кейін пайдалансаңыздар да болады. Бұл лимон суы энергия береді. Бауырдың протоктарын шлактардан тазалайды. Бауыр тап-таза болады. Үшіншісі кәдімгі таза минералды фильтрленген су. Адам ағзасы сау болу үшін суды ең бірінші орынға қою керек. Тамақты бірінші орынға қоймаңыздар. Егер суды дұрыс ішпейтін болсаңыздар, өт қоюланады, қан қоюланады, тері бұзылады. Айта берсек өте көп. Бірақ суды компоттармен, газдалған тәтті сусындармен, шайлармен алмастыруға болмайды. Су таза, фильтрленген, минералданған, газды немесе газсыз болу керек. Күніне 2 литр ішу маңызды. Және де сумен бірге хлорофилді қосып ішсеңіздер де болады. Хлорофил дегеніміз сұйық су секілді. Америкада өсетін өсімдіктің сығындысынан жасалатын концентрат. Өте жақсы регенерация жасайды. Асқазандағы жараны, қан тамыр жүйелерін, бүйрек, бауырды емдейді. 1 стақан суға хлорофилдің 2 шай қасығын қосасыз. Күніне 2-3 реттен қабылдайтын боласыздар. Құрметті көрермен, бүгінге шығарылым аяқталды. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашанда мықты көңіл күймен жүре беріңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.